Жамбыл облысындағы қар көшкіні кезінде қаза тапқан сарбаздың денесі жер қойнына тапсырылды. Кіші сержант Әмір Аралбаевты ақтық сапарға аттандыруға қарулас достары, туған туыстары мен ауыл жұрты түгел жиналды. Көксай шатқалында жауынгерлік міндетін атқарып жүріп мерт болған сарбаздың денесі өз туған Дауан ауылында жерленді. Оның отбасына жергілікті билік тарапынан материалдық көмек көрсетілетін болады. Сондай-ақ мемлекеттен берілетін жәрдемақы да тағайындалады. Ал 91-де 678 әскери бөлімінде қазір тексеріс жүріп жатыр. Осы мәселе бойынша біздің өкімет тарапынан премьер-министріміздің басқа қатаң қадағалауының төтенше жағдай бойынша комиссия тағайындалып осы істі қаралуда. Жауынгерлік дайындық сұрапыл және көріп тұрсыздар, өте қиын жағдайда қар көшкіні болады деп ешкім ойлаған жоқ. Кіші сержант Әмір Аралбаев 1988 жылы Өзбекстан Республикасында дүниеге келген. 2002 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Дауан ауылына қоныс аударған. Әскери борышын 2008 жылы Өскемен қаласында өтеген. Ал 91-де 678 әскери бөліміне 2013 жылы келісім шарт бойынша қызметке орналасқан. Үйленген 2 баласы бар. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күн бұрын Жамбыл облысындағы Көксай шатқалында оқу жаттығу жиыны кезінде төтенше жағдай болып 21 адам қар астында қалған еді. Өкінішке орай оның жетеуі қаза болды.